Катар. Барлықтарыңыз білетіндей, Катарда дәл қазір футболдан әлем чемпионаты өтіп жатыр. Катар әлемдегі ең бай елдер қатарында көш бастап келеді. Ал осы футбол өткізетін алаңды салу үшін Катар шейхтары 220 миллиард доллар ақша жұмсаған дейді. Бұл айтылған миллиард долларлар теңгеге ауыстыратын болсақ, калькуляторым істемей қалатын сияқты ағайын. Остановиста, бейби, мәке, қатты кетіп бара жатсыз деген әңгімені айтатын сияқты болып тұрды. Сол себепті керегі жоқ деп ойлаймын. Осы алаңдар құрылысы кезінде деректер бойынша миллиондаған құрылысшылар көз жұмды деген әңгімелерді айтып жатыр. Немесе осы Катардағы болып жатқан чемпионатты Катарда өткізу үшін ақша берді деген сияқты деректерді айтып жатыр. Және де индустарды алып кеп жанкүйер қылып жалдап қойды деген сияқты әңгімелерді айтылып жатыр. Бұл өз алдына бөлек әңгіме. Егер осы тақырыпта бейнеролик көргілеріңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басып, пікірге ойларыңызды жаза кетіңіздер. Осы жерде тырнақшаға алып айта кететін нәрсе, қазақ тіліндегі арнаға қолдау білдіріңіздер. Және осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл видеода жалпы Катар туралы айтатын боламыз. Сіздермен бірге қазақ тур арнасы ендеше кеттік. Катар әлем бойынша байлығымен бірінші орында тұр. Астанасы Доха қаласы. Жер көлемі Түркістан облысының жер аумағымен пара-пар, яғни 11586 км квадрат. Жер көлемі бойынша 158 орында тұр. 1971 жылы Катар тәуелсіз ел болып жарияланды. Бұған дейін Ұлыбританияның отарында болған. Қазір ел басқару жүйесі абсолюттік монархия. Катардың бұндай бай болуының себебі неде? Әрине, мұнай және газ. Қазақстанда да мұнай және газ бар ғой дейтін кісілерге біздің билік шіріген. Кешіресіздер, шіріген деппін ғой. Біздің билік іріген. Бәрібір екен ғой. Қысқасы, біз Катар емеспіз. Катарда ең алғаш мұнай ошақтары 1939 жылы табылды. Оған дейін Катар экономикасы балық аулаумен маржан тастарды өндіру, сатуға тәуелді болған. Мұнай табылғаннан кейін ел экономикасы энергия ресурстарына байланысты болды. «1971 жылы Катарда алғаш рет табиғи газ табылды. Мұнаймен салыстырғанда табиғи газды экспорттау ойлағандай оңай болған жоқ. Соған байланысты Катар 26 жыл уақытын осы табиғи газды экспорттауға ақша бөлді, ақша жұмсады, уақытын жұмсады, еңбегін жасады. Сөйтіп 1997 жылы Катар газ экспорттау бойынша бірінші орынға шықты. Әлем бойынша бірінші орынға шықты. Катар азаматы мүлдем жұмыс жасамайды деп айтсақ болады. Себебі олардың жұмыстарының барлығын мигранттар жасайды. Катар азаматы айына мемлекет қаржысынан 30 мың доллар алып отырады. Катар азаматтары газ, су, жарық деген сияқты нәрселерге ақша төлемейді. Ең қызығын айтайын ба? Ең қызығы Катар азаматы салық төлемейді. Ойланшы, салық төлемейсің, жұмыс жасамайсың, тек өмірден ләззат алып өмір сүресің. Егер оқимын десең, мемлекет кез келген оқу орнына ақшаң төлеп береді, медицина тегін. Егер шетелде ота жасау керек болып қалса, оны да мемлекет төлеп береді. Ойланшы, не деген рахат өмір бұлардікі, не деген рахат өмір. Ойлап отқан шығарсыздар, Катарға көшіп кету керек екен ғой, немесе Катардың азаматтығын алу керек екен деген сияқты ойлар әр қазақтың ойында, әр қазақтың басына келген болар. Бірақ Катар елінің азаматтығын алу шетелден келгендерге мүмкін емес. Солай. Тағы айта кететін жайт, Катарда қылмыс, ұрлық деген нәрсе жоқ. Адамдар үйлерін құлыптап көре болмайды, көбінесе ашық қалдырады. Тағы да өзіме қатты ұнайтын нәрсе, бұл елде жемқорлық деген нәрсе жоқ, және ішімдік сатылмайды. Рахат, ешкім ішімдік ішпейді. Ішпейді деп те айта алмайсың, өзінің арнайы сатылатын жерлері болады. Өзінің лицензиясын алған қонақ үйлерде сатылуы мүмкін. Катарда
жер үсті метросын салуға 5 жыл уақыт кетті. Біз білетін ЛРТ ғой, бірақ олардың ЛРТ-сі 78 км шақырым. Жалпы 4 жолақтан тұрады. 2013 жылы құрылыс басталып, 2019 жылы іске қосылды. Ешқандай мәселе жоқ. Біздің Астана ЛРТ-сін айтатын болсақ, 2008-де басталу керек болған құрылыс 2011 жылы басталды. 2023 жыл келіп қалды, бірақ әлі біткен жоқ. Бітпек түгіл істеп жатқан ешкім жоқ ау. Сон негізі 2,5 жылда бітіру керек болған. Жалпы ұзындығы 64 км. Ал бірақ өкінішке орай. Мен де осымен тәмам достар. Егер тағы да мәліметтеріңіз болып жатса, пікірге жаза кетіңіз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Айтпақшы, ұмытып барам. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Мен үшін өте үлкен көмек. Рахмет баршаңызға.